Жасыл қала Оралдан таза ауамен демалған оралдықтар ел аманда ел ортада назар аудар Орал бізді шала қазақ дейді бізде қазақша сөйлейді мәдениетті жастар орысшаны бастады қашан баяғы Ассаламуалейкум, Астана! Magic people, буду people. Я салай таскосын. Аудар. Назар аудар. Қайсыңдар? О, балық. Халық. Қалайсыңдар? Наушыны біздіңді ана пешеходта күтіп отыр қой? Пешеходта. Анда мықты аурулар жүр ғой. Арулар. Қолына гүл ұстап. О, есен аға жүр, үріп шығайық. Кіріп шығайық. Есен аға? Есен аға қалайсыз? Жұмыс қалай? Жұмыс қалай? Есен аға қалай алдында өшкенде үйге жақсы жеттіңіз ба? Көшкенде. Жала. Ау. Есен ағаның қасында тұрмын. Аға, артынан қабырасым, жарайды. Алло? Есін артында тұрмын деймін, я. Ма, қара. Жарайды. Қарасам. Есін ағасы артында мен бар деп едіңіз ғой? Тұрсың ғой? Мен тұрып, мен қатам болсын. Есін ағасы сізге дейтін, мәке селем айтып жатыр. Әке селем айтып жатыр. Айтақшы есін аға мұнау Оралдың құрамасы. Ал енді 1-2 немесе жартылай финалға бірдеңе ет аласыз ба? Ет алмайсыз ба? Керемет жылқының етін алмайын дейді. Жалпы есін аға бүгінгі жайдарманың тақырыбын өте жақсы алыпсыздар. Жас болсаң істе дейді. Жас келсе іске. Ал, мен сендерді қазір Қазы-Қарта Жалшайымен таныстырамын. Әділғазымен. Таныс болыңдар. Мұна тіл көзден сақтасын Марат аға. Көз емесін Марат аға. Мұна таңдықа. Айтыс Айбек аға. Мұна Ақтерек, Көктерек, бізден сізге кім керек? Байтерек Ерлан аға. Мұнау жаңа піскен қыздың еті. Жаңалықтар қызметі. Мадияға. Мұнау ақын Қалқаман Сарин. Дұрыс қой? Мұнау редактор Рүстем. Ал, қош келдіңдер, ластандар. Қош келдіңдер, ластандар. Бастаңдар. Пока. Назар аударамыз. Университет аруынан жүлделі орын ала алмай қалған қыз. Мягкий знак. Болды, Айдана. Алан өнер ма? Мен айт, менікін өнер деп бар ғой. Не істедің сен, Айдана? Менде күшті ана қыз бар ғой. Билет күштетіп бар ғой. Сен не істедің? Күрестем мен. Болды, Айдана, жылама, Айдана. Күресіп атым барынша бар ғой. Жыламашы. Анан көйлегін айтшы, анан көйлек па? Анан көйлегін қара, мен көйлегім қара, мен 2 жұма тіктім. Он көйлегі қандай? Қазақи көйлек оюлары бар, бір күшті кәм. Сенікі қандай? Менікі пакеттен. Мен оны деген күні түні тіктім. Болды, Айдана. Вообще, білмейсің. Айдана, жыламашы, болды, Айдана.
Жоқ, қалай жыламайсың? Мен бар осы универдан шығам, мен болды. Кеттім мен бар. Ренжімеші енді, не болды? Әлде қандай болды? Мойындау керек қой. Әдемі болмаса мойындау керек. Нағып? Шығам дедім ба, шығам, болды. Бір емес, екі емес, бар. Немесе вообще мен бермейді маған, не бермейді. Жоқ, мойындау керек қой енді, бір әлем мистіне қатысқан кісі қылса. Шаршадым, мен бар, шаршадым. Жоқ, шықсаншы бар енді бар. Есік қаяқта? Ан жақта есік бар. Достар, барлығымызға белгілі, ұят болмасын бағдарламасының белгілі әртісі Бекжан Тұрыс базарда. Анауың қанша, анауың. Сыйлықты өте жақсы көретін анамыздың туған күнін жақындапты. Қарапайым жанұя. Темше сен, мынау қой, алдына ертаң доп түйе алмайды. Бір сөз, қой, мынау. Күлән әпімдер холодильник алыпты кеш. Күшті үлкен екі ашатыны бар кәм, 70 мың қалыпты. Соған қарағанда әйелін жақсы көреді ау деймін. Темше сен бет тұрған доп түйе алмайды. Не қарап сен, ау шарып тұрған қой, мынау адам емес. Әйелдер мейрамына күштеп телевизор алып беріп плазменный түрпіштік кәм, көрім анау деген. Қарап тұрым кәм, қалай күйеулер аямайды әйелінен кәм. Не қарап тұрым, не қозғалмай тұрым, не қозғалмай тұрым. Келе беріп тұрған. Бетесің ғымнан. Компьютерға басасын бұлай. Ойнайды ғой, сол кезде ойнайды. Достар, жалпы негізі мына халық әнін ауылдағы ағаларымыз шығарады екен. Ауылда қонақ болып жатыр. Сол қонақты өте қатты тойлап жүрген ағаларымыздың есік алдындағы әңгімесі. Тыңда, сен қазақсың дейді. Мен қазақ. Екеуміз де қазақпыз, көрдің бе? Әйел алсаң дейді, әйел алсаң қазақтан құтыласың азаптан дейді, көрдің бе? Міне қара. Ты цыганка дейді, я цыган міне. Сен цыгансың сен, мен де цыган міне. Оба мы цыганы дейді, екеуміз де цыганбыз міне. Ты воруешь лошадей, сен аттарды ұрлайсың. Қойға ұрламаймын. Аттарды ұрлайсың. Я ворую сани, мен шаналарды ұрлаймын, жақсы ма? Міне, қара. Ау, сендер кештік емес, сендер цыган ғой. Бізді айт міне, мына қазақ міне. Мынау мен қазақ, екеумізді қазақ деп тұр, көрдің бе? Екеумізде қазақпыз, әйел алсаң қазақтан дейді, құтыласың неден? Азаптан. Вот. Міне тыңда, сендер қазақсыңдар міне, екеуміз цыганбыз міне. Енді татар болса, болды, группа ашып аламыз. Достар, жалпы жайдарман ол жастардың қолмен істелетін үлкен іс. Сол жастардың барлығының басын біріктіріп тұрған ол достық.